alyonmedia.com намедеді. Қазіргі заманда жақсы өмірлік жолдасты табу үшін көпшілік адамдар өзіңнен жас болған қызды таңла, һәм оны тәрбиелеп өзіңе ал дейді. Сондай да қылдым. Өзімнен жас сұлу қызды ұшыраттым. Ол мыслі періште жүдә ақ көңіл еді. Күн сайын ол қызға байланып барар едім. Алдылары оны қорқытпау үшін мұхаббат туралы емес, бәлкім оған өмір жолын үйрете басладым. Яғни өзімді оған туысқан ажағасындай тұттым. Бірақ ол қыздың көздерінде маған ажағалық сезімі емес, мұхаббат сезімі оянғанын әлдеқашан сезген едім. Маған болған мұхаббатымнан пайдаланған халда оған өз шартлерімді орындата басладым. Сені сағындым, сен сөздерім жалған емес, көздерімнен бүгін жас емес жауын жауар. Сені сағындым, сен сөздерім жалған емес, көздерімнен тынбай жас емес жауын жауар. Шартлерім ол қыз үшін жүдә аңсат еді. Егер мені сүйсең, бірінші нәубетте жақынларыңа жан анаң мехрибан бол, олардың жүзін жерге қаратпа, наразы қалма. Атырапқа назар сал, дүнияда екі түрлі адам бар. Бірі жақсы, бірі жаман, ақ һәм қара. Әне сол реңлерді бір-бірінен ажырата алсаң, өмірде ең күшлі инсан боласың. Ойларыңды мұхаббатпен пәнт етпе. Қазір сен оқуың керек. Өзің айтар едің ғой, бұл өмірде үлкен оқымышлы адам боламын деп. Заман менен сай жүремін деп, ашық киім киме. Ол бізге жараспайды. Бұны сен еш уақыт ұмытпа. Бұл сөздерімді айтып, оны туры жүруге, жолдан адаспауға, құласы өмір жолларын үйрете басладым. Маған болған мұхаббатымнан осылай пайдаландым. Сені сағындым, сен сөздерім жалған емес, көздерімнен бүгін жас емес жауын жауар. Сені сағындым, сен сөздерім жалған емес, көздерімнен тынбай жас емес жауын жауар. Әкесіз өскен бұл қызға оның анасы және мен тәрбие бере бастаған едік. Күннен күнге оны еркелетіп, оның көліне қарап іс қылар едік. Қапа болған күндері жанында болып, оған мехрімді берер едім. Қуанышлы күнінде болса, жас баладай бірге ойнап күлер едік. Бірақ не болды? Күн өткен сайын қатты еркелеп кетті. Өзімді түсінбей қалдым. Айып кімде? Анасында ма, екі менде ма? Бәлкім әкесіз қыз болған үшін әке мехріне қатты сармеді. Дұрыс. Бұл дүнияда ешкім әке мехрін бере алмайды. Бірақ һәмме өзінің білгенінен бұл өмірде қалмас екен. Ол да қалмай мені және жалғыз анасын таслап, қара дүнияны таңдап біздерді тәрк етті. Сонша берген мехрімді назерге ілмей, өзге инсанды таңлап кетті. Сені сағындым, сен сөздерім жалған емес, көздерімнен бүгін жас емес жауын жауар. Сені сағындым, сен сөздерім жалған емес, көздерімнен тынбай жас емес жауын жауар.